Табиғаттағы әрбір құбылыс өзінше ерекше. Соның бірі жаңбыр. Жаңбырды әр кез нұрға теңейміз. Жаңбыр арқылы табиғатқа жан бітеді. Өсімдіктер мен егіндер өсіп өніп, гүлдер жайқала түседі. Жаңбыр әр мезгілде әр қалай жауады. Көктем мен күз мезгілдерінде әр тамшысы суық болып жауратады. Ал жаздың жайма-шуақ кездеріндегі ақ жауын адам жанын жадырататын ерекше сезімге бөлейді. Жаңбыр иісі адамға сергектік сыйлайды. Бұлтты күндері жауған салқын жаңбыр адам жанына қимастық сезім ұялатып, жүректегі толып жатқан ескі естеліктерді еске түсіреді. Көңілін құлазытып, бір сәт өткенге оралтады. Жаңбырдан кейін шығатын кемпір қосақтың сиқырлы сұлулығын көрудің өзі ерекше бір бақыт. Жаңбыр жүректі селт еткізбей қоймайтын, бейқам қалдырмайтын тылсым дүние. Оның сұлу сыбдыры, аңқыған хош иісі барлық адамзат баласын таң қалдырмай қоймайды. Жаңбыр бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшылардың жиынтық атауы. Тамшылардың диаметрі 0,5-7 мм болады. Тропосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп жаңбыр тамшыларына айналады екен. Кейде жаңбыр бұлт арасындағы тым ұсақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады екен. Жаңбырдың бірнеше түрі бар. Ақ жаңбыр қатпарлы бұлттардан жауады. Бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін созылады екен. Нөсерлі жаңбыр будақ бұлттардан қатты жауып тез аяқталады. Олар көбінесе төменгі ендіктерге тән екен. Диаметрі 0,5 мм-ден аспаған тамшыларды сіркіреме жаңбыр деп атайды. Ол негізінен қатпарлы бұлттан шығып, өте баяу жауады. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылы өткінші жаңбыр. Өткінші жаңбыр аспан күмбезі көшпелі ала бұлттанып, тез жауып өтетін жаңбыр түрі. Қара жаңбыр бұлт қап-қара болып торлап келіп, толассыз ұзақ жауатын күзгі қалың жаңбыр түрі. Жаңбыр атмосфералық сұйық ылғалдың тамшыға айналып жерге себелеп түсуі. Жаңбырдың ұсақ тамшылы түрі ақ жауын немесе сіркіреген жауын, ал ылғалдың белгілі бір уақытта көп түсуі нөсер деп аталады. Қазіргі гидрологиялық есептеулерде жаңбырдың барлық жиынтығы есепке алынады екен. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жер бетінен секундына 16 миллион тонна су буланып, ауаға көтеріледі екен. Бұл мөлшер жылына 505 триллионды құрайды. Дәл осы мөлшер бір жылда жер бетіне жауатын жаңбырдың да мөлшері екендігі таңдандырады. Яғни су әрдайым белгілі бір тепе-теңдікте айналып тұруы керек. Егер бұл тепе-теңдікте өзгеріс туа қалса, әлемде үлкен экологиялық ауытқулар белең алуы мүмкін. Жаңбыр көктемде де, жазда да, күзде де жауады. Бірақ әр мезгілдегі жаңбырдың өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, көктемде жауған ұзақ әрі найзағайлы жаңбыр қыс бойы маужырап қалған табиғатты оятып, қоршаған ортаның жасыл түске енуіне септігін тигізеді. Ал жаздағы жауын тез жауып, аптаған ыстықты басады, ауаны тазартып, жанға жайлы салқындықты сездіреді. Ал күзгі суық жауын-шашын ұзақ жауып, табиғатты қысқа дайындайды. Еліміздің оңтүстік, оңтүстік-батыс аймақтарында қыста да жаңбыр жауады. Күзгі жауын-шашыннан көп ерекшеленбейтін бұл кездегі жаңбырдың арты көбінесе қарға ұласып жатады. Жаңбыр сөзіне жауын, нөсер, жауын-шашын сөздері синонимдік қатар құрайды. Сонымен қатар жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған екен. Қазіргі заманда ғалымдар әйелдерге беттерін жұмсақ жаңбыр суымен жууға кеңес беруде, өйткені ол терінің ылғалдығын сақтайды екен. Ал жаңбыр тамшыларының дыбысы босаңсуға көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыр ауруларынан зардап шегетін адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдейді екен.
Жаңбыр жазда өсімдіктердің қурап қалмауына көмегін тигізеді. Сондай-ақ, жаңбырлы аймақтарда орналасқан өсімдіктер жылдам және үлкен болып өседі, орман өрттерінің санын азайтады. Ал сарапшылардың пікірінше, көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындардың пайда болуы және автокөлік санының көбеюі жаңбыр суының бұрынғыдай пайдалы емес екендігін айтады. Индустрияланған аймақта өмір сүретін болсаңыз, онда жаңбыр суы қышқыл болады. Бұл жауынның астында жиі қалған жағдайда шаш түсіп, организм улануы мүмкін. Күкірт және азоттың көп мөлшерде болғандығынан, мұндай суды тұрмыста қолдану адам үшін өте қауіпті. Жаңбыр суының әрбір тамшысы кез келген тірі ағзаға күш пен өмір сыйлайды. Көптеген адамдар жылы жаңбырда серуендеп, оның суымен малмандай су болып жүргенді атады екен. Мұндай жаңбыр ванналар жинақталған стрессті жеңілдетеді, теріні сергітеді екен. Расымен де ауа райы адам көңіл күйіне тікелей әсер етеді екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.